Мен бір Әбдірайым деген жездем болды, жігіттер өмірден өтіп кетті. Енді ол кісі Алла рахмет етсін. Бір 90-шы жылдардағы бір айтқан әңгімесі есімде қатты қалып кетіпті. Мен ол кездерде бір 10-дарда шығармын, жездем 40-тарда шығар. Бір тура кешегідей бір қатты есімде сурет болып жадымда тұр да. Жездем сол өзінің әкесі өмірден өткен ас жиындардың бірінде айтып отыр да. Әкем мені үнемі қасына шақыратын еді дейді. Балам кел, отыр, шай ішейік, әңгімелесейік, әңгіме дүкен құрайық деген сияқты. Бірақ жастық екен, бір жастықтың әлгі бір мастығы ма екен, үлкен кісі ғой не айтады деген сияқты үнемі бір қашқалақтап қасында ұзақ бір құйрық басып отырмайтын едім дейді жездем. Ал енді өзім осы бір жасқа келген кезде баламды жаныма шақырсам, тура сол баяғы өзім сияқты балам бір қасымда ұзақ бір отыра қоймайды дейді. Айтайын дегенім, жігіттер, мүмкіндік бар да әкелерімізбен ұзақ көп әңгімелесейікші. Әлгі Мұқағалидың бір өлеңі болушы еді ғой, мен татқан уды ол емген деген сияқты. Біздің әкелеріміз біз жүріп келе жатқан жолды уже басып өтіп кетіп қойған адамдар ғой. Мүмкін біздің әкеміз біз сұраған ақылды бір үстінен түсіп дәл тап басып айтпайтын шығар. Мүмкін біздің әкеміз әлгі Инстаграмдағы трендтен түспейтін тұлға емес шығар. Бірақ біздің әкеміз, естеріңізде болсын, жер бетінде 7 миллиард адам болатын болса, соның ішіндегі ең жанашыр, ең жақын адамымыз ғой. Әлгі Хабибтің әкесінің интервьюінде де жүр ғой, жігіттер. Баласының атақ абыройын қызғанбайтын жер бетінде бір адам болатын болса, ол оның әкесі деген. Әкелерімізсіз біз ешкім емеспіз ғой, жігіттер.